Баршаға сәлем достар, көктем басталды, әлсіре иммунитеттің түсуі, грипп деген басталады. Мен өзім жаңадан босанып келген соң ба, әлсіре осылай тек кішкентай демізіп өзімде жата бергім келеді. Иммунитетім нөлге түсіп кеткен ғой, кішкентай ішінде кезде барлық витаминімді алғандықтан ба, қазір осылай әлсіреп жүрмін. Қой бұлай жата берген болмас деп ас бөлмеме барып, өзімнің иммунитетті көтеретін актимелімді ішіп күш жинап алайын дедім. Сіздерді білмеймін, бірақ біз үй ішімізбен осы иммунитетті көтеріп жақсарту үшін осы актимелді үнемі ішіп жүреміз. Бұл актимелдің ішінде ерекше пробиотиктері бар, және де B3, B6, цинк болғандықтан осы актимелді ішеміз. Балаларға бірінші очередь осылай қайнағама, бала-шағама барлығын отырғыз қойында тізіп, осы актимелді ішіп алыңдар деп, осылай витаминдерін барлығын беріп алдым. Кішкентайды қасыма келіп алдым. Әй жерде балалар бір-бірімен соғыстырып, қайнағам күшті дейді, өйткені үнемі осылай актимелді осылай бір пачкалап алып қоямыз да, біз күнделікті барлық бала-шағама жетсін деп. Осы актимелдің арқасында мен балаларымның иммунитеттері үнемі көтеріліп, және де организмдерде толықтай витаминдері жеткілікті болып жүреді. Және мені күтіп, мені қалжалап жатқан анашыма да осы актимелді беріп қоян дедім. Сіз ауырып қалсаңыз мені кім күтеді, маған күнде тамақты кім істеп береді деп. Және де көктем айында әлсіреп қалмаңыз дедім.